Баршаңызға сәлем достар, сіздермен үй жағдайында оңай дайындалатын тауықтың төс етімен жасалатын дәмді сосиски рецептімен бөлісемін. Алдымен төс етімізді ет тартқыштан тартып алып, үстіне сүт қосып, сарымсақты ұсақтап қосамыз. Тұзын, бұрышын салып, для вареных колбас деген приправаны да салып, жақсылап араластырамыз да тоңазытқышқа 1 сағатқа маринадқа қойып қоямыз. Для вареных колбас деген приправа болмаса, орнына молочная комби приправасы немесе докторский комби приправасын қоссаңыз болады. Егер бұл приправалардың біреуін де қоспай жасайтын болсаңыз, сосискидің дәмі жай болып шығатын болады. Сондықтан приправалардың біреуін болса да қосып жасауға кеңес беремін. Мен сосискиді натуральный шекке салатын боламын. Шек қойдікі және міндетті түрде 22-24 мм алғаныңыз дұрыс болады. Менде фасовкада 10 метрлік шек бар екен. 1 килограмм фарш сосискиге 5-6 метр ішек кететін болады. Ішекті алдымен суға 10-15 минутқа батырып аламыз. Одан соң шектің ортасына краннан аздап су құйып өткізіп алатын боламыз. Солай шекті бір жуып аламыз. Етімізді ішекке салмас бұрын тағы да үстіне сүт қосып жақсылап араластырып алу керек болады. Себебі ішегіміз нәзік болғандықтан етіміз оңай салыну үшін. Сосискилерімізді байлайтын жіптерімізді алдын ала дайындап қойыңыз және етті осындай шприцпен ішекке салатын боламын. Фаршты шприцке аздан салып жасайтын боламын. Фаршты ішекке салған кезде қатты нығыздамай салуға кеңес беремін, себебі қуырған кезде сосискиіңіз жарылып, жыртылып кетпейтін болады. Барлығын дайындап алған соң, үстіне қайнап тұрған су құйып 5 минут бұқтырып алыңыз. Одан соң бұл суды төгіп, қайтадан қайнап тұрған суды құйып, 10 минутта суда ұстаймыз. Одан соң барлық жіптерін қиып алып тастап, табаға сары майды ертіп, екі жағында орташа отта әр жағын 5-10 минуттан қуырып аламыз. Біздің сосискиіміз сырты натуральный қабықпен, яғни ішекпен жасалғандықтан, солай сыртымен жей берсеңіз болады. Егер сосискиді искусственный, яғни жасанды қабықпен жасайтын болсаңыз, сосискиді қуырарда сыртындағы қабығын алып тастап қуырыңыз. Бұл сосискилерді бірінші рет дайындадым. Дәмі өте керемет болып шықты. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Үйдегілеріңізге және сізге ұнайтынына сенімдімін.